сәлеметсіздер ме менің құрметті көрермендерім. Сіздермен бүгін ең дәмді самса және оның түю жолдарын үйрететін боламын. 4 түрлі самсаның түю жолын үйренетін боламыз. Бұл пайдалы кеңестер каналы, тіркеліп алыңыз. Ең алдымен осылай картопымызды, пиязымызды және самсаның қамырларын дайындап аламыз. Мен жартысына тек картоп пен пиязды қолданамын, жартысына кішкене ет қосамын. Етімізді осылай майдалап турап аламыз. Картошкамызды осылай 4 бұрышты етіп, әдемілеп турап, пиязымызды да осылай 4 бұрышты етіп, әдемілеп турап аламыз. Осылай бәрін турап болған соң араластырамыз. Мен үнемі осы самсаға арналған дәмдеуішті қосамын, өте дәмді болады. Ішінде барлық дәмдеуіштері бар, тұзына дейін бар. Тұзды кішкене артық өзіңіз қоссаңыз болады, бірақ осының ішінде тұзда, бұрышта барлығы болады. Осыны кеңес беремін. Енді қамырларымызды біртіндеп жайып аламыз. Осылай барлық салмамызды бірдей етіп салып аламыз. Байқасаңыздар, мен картоппен болғанда түйіп қойдым. Ет қосылғанда енді сіздермен бірге түйетін боламыз. Қазір баяу түрде сіздерге көрсетемін, мұқият қарап алыңыздар. Бірінші түйу ол өру. Яғни өріп қойған сияқты әдемі болып шығады. Самсаны міндетті түрде осылай түйіп көріңіз. Бірінші екі шетін осылай ұстап алып, екі қолыңызбен біртіндеп бір жағын, сосын екінші жағын, бір жағын, сосын екінші жағын осылай кезек-кезек отырып, бір-біріне жабыстырып отыру қажет, сонда әдемі болып шығады. Бірнеше рет мұқият қарап отырсаңыздар түсініп, тез де үйреніп аласыздар. Ең соңғы жағында осылай аяқтаймыз. Түрі өте әдемі шығады, маған қатты ұнайды. Енді келесі самсаны түю тәсілін көрсетемін. Бұл жерде кәдімгі 3 бұрыштап түйеміз, бірақ көтеріліп әдемі болып шығу үшін осылай бүріп, бірінші астын осылай бір-біріне кигізіп аласыздар, 3 бұрышты етіп әдемілеп. Сосын тура осы тәсілмен үстіне жұмыртқа жағып пешке жібереміз. Жан-жағын қайтарудың еш қажеті жоқ. Әдемі болып шығады, осылай бұрыштарын шығарып әдемілеп істесеңіздер. Келесі самсаның түю тәсілі. Оны бірнеше рет көрсетемін және баяу түрінде де көрсетемін, міндетті түрде жақсылап қарап алыңыздар. Осыдан алдыңғы көрсеткен самса сияқты тура солай істеп аламыз. 3 бұрышын шығарып және бұрыштарын бір-біріне осылай жабыстырып шығып, гүл істейміз. Өте керемет, дөңгеленіп гүл сияқты болып шығады. Бір-біріне жабыстыру міндетті түрде жақсылап жабыстырыңыздар, ашылып кетпейтіндей етіп. Міне біздің самсамыз осылай дөңгеленіп гүл сияқты болып шығады. Келесі самсаны түю тәсілі бізде осылай оны да бір-біріне кигіземіз, бірақ жартылай етіп. 3 бұрышын шығармаймыз, осылай жартылай бір-біріне кигізіп түйіп шығамыз алдымен. Осылай түйген кезде, бір-біріне кигізіп жабыстырған кезде мұқият жабыстырыңыздар, өйткені ашылып кетпеуі тиіс. Енді бір басынан бастап осылай айналдырып, жақсылап бір-біріне орап шығамыз. Сонда керемет болып әдемі болып шығады. Мұқият қарап алсаңыздар, тез үйреніп аласыздар. Оңай түю тәсілдері әрі әдемі болып шығады. Қонақ келген кезде міндетті түрде осылай түйіп көріңіздер. Міне бұл самсаның түю тәсілі де аяқталды. Тағы мен сіздерге көрсетемін басқа түрлерінде. Мұқият қарап алыңыздар. Осы бүгін 4 түрлі самсаны түю тәсілін мұқият қарап үйреніп алыңыздар. Осылайынан ішке қарап түйесіздер, ішке қаратып түйген кезде әдемі болып шығады. Міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, қалай пісетінін көріп шығасыздар.
Осылай бәрін түйіп болған соң үстіне жұмыртқасын жағып әдемілеп пешке жіберетін боламыз. Болғаннан соң пеште жарты сағаттай пісіретін боламын. Осылай әдемі болып пісіп шығады. Пайдалы кеңестер каналына тіркеліп кетіңіз.